Бірінші дүниежүзілік соғыстың негізгі шайқастары қандай? 1914 жылғы әскери жорық. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап Европада екі майдан қалыптасты. Батыс майдан Бельгия және Францияда, шығыс майдан Ресейге қарсы бағытталды. 1914 жылы тамызда Шлиффен жоспарына сәйкес неміс қолбасшылығы Люксембург және Бельгияның әлсіз бекінген шекараларына әскери бөлімдерін шабуылға жіберді. Қысқа мерзім ішінде бельгиялық әскерлер Антверпенге шегіндіріліп тасталды. Францияның солтүстігіне апаратын жол ашылды. Неміс бөлімдері Парижден 40 шақырым қашықтықта тоқтап, қалада дүрбелең басталды. Француз үкіметі Астананы тастап, Бордо қаласына көшті. Француз үкіметі Ресей үкіметінен көмек сұрағандықтан, Ресейдің екі әскери бөлімі Шығыс Пруссия аймағының басым бөлігін басып алды. Батыс майданда Марн өзенінде табан тірескен шайқастар үдей түсті. Марнадағы шайқас 2 миллионнан астам адам қатысқан ірі шайқастардың бірі болды. Осы шайқаста француздар германдықтарды алғаш жеңіп, Француз-Пруссия соғысындағы жеңілісінің ауыр салдарынан құтылған болатын. Тамыздың соңында Жапония Германияға соғыс жариялады. Ол Тынық мұхитында орналасқан Германия аралдары мен Қытайдағы отарларын басып алды. Немістердің қысым көрсетуі салдарынан Осман империясы Антантаға қарсы соғысқа тартылды. 1914 жылғы әскери қимылдардың негізгі қорытындысы Антанта елдерінің Германияның қауырт соғыс жоспарын бұзғандығы болды. Неміс әскері 1915 жылға жаңа жоспар жасады. Ол орыс әскерін тез арада жою және Ресейді соғыстан шығару мақсатын көздеді. Күзге қарай Австро-Венгрия және Германияның қарулы күштері бүкіл Польшаны, Галицияны және Балтық елдерінің бір бөлігін жаулап алды. Бірақ одан әрі қарай тоқтап қалғандықтан Ресейді бітім сұрауға мәжбүрлей алмады. 1915 жылы батыста Германия басшылығы Ұлыбританияны қоршауға алу арқылы тізе бүктіруге тырысты. Ақпан айында жаңа қару сүңгуір қайықтармен су асты соғысы басталды. Германия Ұлыбританияға баратын барлық бу кемелерін суға батырды. Англия жауап ретінде сүңгуір қайықтарға қарсы күресудің тиімді құралдарын әзірледі және осылайша төнген қауіпті еңсерді. 22 сәуірде Ипр қаласында болған шайқаста герман әскерлері соғыс тарихында алғаш рет химиялық қаруды қолданды. Олар баллондардан хлор шығарды. 15 мың адам газдан зардап шегіп, оның 5 мыңы қайтыс болды. Ипрлік газ шабуылынан кейін екі тарап әртүрлі газ тұмылдырықтарды тез арада ойлап тапты. Табанды дипломатиялық күрестің нәтижесінде Антанта елдері Германияның одақтасы Италияны өз тарапына тартып алады. 1915 жылдың мамыр айында Италия Австро-Венгрияға, ал 1916 жылы тамызда Германияға соғыс жариялайды. 1916 жылы неміс генералдары Батыс майданда басты жеңістерге жетуді көздеді. Ақпан айында немістер Парижге тікелей жол ашатын Верден қамалы бар француз әскерлері бекінген аймаққа ауқымды шабуыл бастады. Шайқас 1916 жылдың аяғына дейін созылды. Осы уақыт аралығында 2 миллион адам қаза тапты. Сондықтан бұл шайқас Верден қырғыны деп аталады. Ағылшын-француз басшылығы Сомма өзенінің бойында немістерге қарсы қарқынды қимылдарын бастады. Бұл шайқаста Англия алғаш рет танкілерді қолданды. 27 тамызда Антанта жағындағы соғысқа Румыния қосылды. Бірақ шайқастың аяғына қарай румын әскері жеңіліп қалды. 1916 жылдың жазында шығыс майданда орыс әскерлерінің шабуылы сәтті болды. Генерал Брусилов әскері Галициядағы майданды бұзып өтті. Брусилов шабуылы ағылшын-француз әскеріне Верден және Сомманы қорғап қалуға мүмкіндік жасады. 1917 жылдың сәуір айында ақш соғысқа кірісті. Германия үкіметі
Антанта елдері порттарына келетін кез келген кемелерге қарсы суасты соғысын жариялаған кезде ақш Германиямен дипломатиялық қарым-қатынастарын үзіп, 1917 жылы 6 сәуірде оған соғыс жариялады. ақш әскерінің 2 миллионнан астам жауынгерінің Европа майдандарына қатысуы Антантаның әскери әлеуетін арттырды. 1918 жылдың басында Бірінші дүниежүзілік соғыстың әскери-саяси жағдайы елеулі өзгерді. Стратегиялық басымдылық толықтай Антанта қолына көшті. Тамыз, қыркүйек айларында одақтастар әскері адам және техникадағы артықшылықты қолдана отырып шабуылға шықты және неміс әскерін Франция аумағынан толықтай кетуге мәжбүрледі. 1918 жылдың қыркүйек айынан бастап Болгария, Түркия, Австро-Венгрия бірінен соң бірі капитуляция жасады. 1918 жылдың 11 қарашасында Кампион орманында маршал Фоштың штабтық вагонында Германия және оның қарсыластары арасында бітімге қол қойылды. Германия өзінің жеңілгендігін мойындады. Әскери қимылдар тоқтатылып, Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. 1919-1920 жылдары Париж бітім конференциясында Германия және оның одақтастарымен қорытынды бітім шарттары жасалды. Бұл соғысқа 1,5 миллиард халқы бар 38 мемлекет қатысты. Екі тараптан 74 миллион адам соғысқа тартылды. Бірінші дүниежүзілік соғыс 20 ғасырдың бірінші жартысындағы ғаламат оқиға болды. Соғыс нәтижесінде Европаның саяси картасы өзгерді. Жаңа мемлекеттер Кеңестік Ресей, Польша, Венгрия, Чехословакия, Австрия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония пайда болды.